Баян апай. Сәлеметсіз бе, Баян апай? Сәлеметсіздер ме? Бүгін жасайтын тағамымыздың түрі қандай? Бүгін біздің қазақ елінің ұлы тамағының бірі бешбармақ. Біз бүгін қаз етінен жасаймыз. Етіміз дәмділеу болу үшін шұжықты қоса қоямыз. Онымен тарайтын етімізді сала берейік. Бісміллә. Сала берейік. Бір шетіне шұжығымызды салып қояйық. Шұжықты кішкене бері екі-үш жерінен кесіп қою керек. Қабағымызға қақпағын жабау жабу. Қазір арайға менді sarımsaқты мен турап тұздығын жасай берейін. Өздеріңіз білетіндеріңіздей, біздің бешбармағымызға керек ең маңызды мүшесі қамыр. Қарғым ет пісті, түсіре берейік. Ал енді мына қамырды сала берейік. Ал енді мына қамыр піскенше, мына екі тақырын турап дайындай берейік. Мына қамыр пісті, ала берейік. Өте дәмді болыпты. Мінекей ас болсын бағдарламамыз соңына жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.